Сәлем, мен сіздермен бір күнде тұмаудан қалай құтылу керектігін рецептімен бөліскім келіп отыр. Яғни өзімнің отбасыма көмектесіп жүргесін, сіздерге де көмегі болсын деп, енді ендеше қараңыздар, Экомамадан сіздерге күшті рецепт. Өте оңай тәсіл. Ыстық қайнаған суға лимонның жарты кесіндісін салып, яғни сарымсақтың бір данасын, чесноктың бір басын салып жібересіздер, тұндырып қоясыздар. Жатар алдында 15 минут бұрын ішіп жатасыздар. Таңертең құлан-тала таза айығасыздар. Ендеше бұл енді чеснокты абайлаңыздар, агрессивті өнім екенін білесіздер. Асқазанына ауыратын адамдар абайлап ішсеңіздер болады. Таңертең дәл осы тұнбаға жасап, бір қасық бал қосып жіберіп ішсеңіздер де болады, профилактика ретінде. Яғни лимон мен чеснок бактерияларды, вирусты өлтіруге өте жақсы көмегін көрсетеді. Сіздер де жасап